Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналыма қош келдіңіздер. Бүгін диетасыз және жаттығусыз іштің майын 7 күнде қалай кетіруге болатыны жайлы айтпақпын. Алдымен арнама тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және осы видеоны соңына дейін көріңіз. Қазіргі кезде іштегі майды кетіру көптеген адамдардың проблемасы болып отыр. Осы проблемадан құтылуға пияз қабығынан дайындалған сусын таптырмас көмек болады. Сусынды қалай дайындаймыз? Сусынды дайындау үшін бізге алдымен пияз қабығы қажет. Қызыл пияз қабығын қолданған дұрыс. Пияздың қабығы Е, В, С, ПП дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы кератин, кверцетин сынды заттардың арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияз қабығы іштегі майды ерітуде өте тиімді. Сусынымызға пияз қабығынан бөлек жарты лимон керек. Лимонды кішкене тілімдерге кесіңіз. Қазанға пияз қабығын, кесілген лимонды салып, үстіне жарты литр су құйып, 5 минут қайнатасыз. Ингредиенттерді қайнатқаннан кейін судың түсі өзгереді. Отты өшірген соң кішкене ақ желкенді қосып 30 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін қоспаны сүзіп алыңыз. Сусынды шыны бөтелкеде тоңазытқышта сақтаңыз. Бұл сусынды қалай қолдануға болады? Күн сайын жылы күйінде кешкі ас алдында 30 минут бұрын ішіңіз. Егер сізде артық салмақ болса, онда күніне 2-3 кесе ішуге болады. Оны аздап табиғи балмен тәттілеуге болады. Бірінші аптада таңғажайып нәтижелерді байқайсыз. Сусынды үзбей ішсеңіз, денедегі майыңызды кетіру жылдамдайды. Бұны өзіңіз қалаған нәтижеге жеткенге дейін тоқтатпай ішу керек. Өйткені нәтижеге жету уақыты әр адамда әртүрлі болады. Сіздің ішіңіз бен денеңіздің мөлшеріне байланысты. Бірақ мен сізге кепілдік беремін, өйткені өте тиімді нәтиже береді. Себебі мен бұл рецепті өзім қолданып көргенмін. Сіз де қолданып көріңіз, пайдаңызға жарасын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Арнама тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз.